Барлықтарыңызға қайырлы күн. Гүлжанаттың асханасына қош келдіңіздер. Бүгін ең оңай рецептпен панкейк дайындаймыз. Бір жұмыртқаға 50 грамм қант қосып, қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Содан соң 200 мл сүт құйып, тағы да араластырамыз. 150 грамм ұнға 1 шай қасық қопсытқыш қосып, араластырып алып, оны да қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ең соңында 2 ас қасық өсімдік майын қосып, араластырамыз. Блинчикке қарағанда қоюлау болып шығады. Панкейктерімізді қызып тұрған табаға пісіреміз. Табаға ешқандай май жақпаймыз. Орташа отта пісіреміз. Бетіне көпіршіктер пайда бола бастаған кезде келесі бетіне ауыстырамыз. Панкейктеріміз дайын. Шоколад, бал немесе варенье қосып жесеңіздер болады. Келесі рецептерде кездескенше.